Той адамдары жүргізген қосылайықтың қазіргі жағдайы. Диана мен Сұлтан эфирден кеткен соң ел арасында қосылайықтың қазіргі маусымы жайлы қауесеттер тарады. Тіпті Алмира ханым мен Бұтябайға күн сайын жаман пікір жазушылар саны артты. Кейбіреулер той адамдары жобаны басқаруға лайық емес деп ашық айтады. Осындай ауқымды бағдарламаны той адамдарының жүргізгеніне таңым. Диана өте мықты жүргізуші әрі сауатты сөз саптауының өзі қандай. Ал мына Бауыржан мен Алмираны жамандағым келмейді, бірақ айту керек, бүкіл ел көріп отырған бағдарламаның шырқы бұзылды. Тіпті білеміз, мұндай жерде тәртіп керек, бірақ өздерінің таңдаған аты шулы әпербақан қатысушылар онсыз рейтингтерің түседі, өздерің үшін бәрі. Анна ханымды шақырыңдар, Диананы шақырыңдар, бұл жарамады. Асаба мен қыз ұзатушыға осындай бағдарламаның тізгінін беріп қойғандарың өте сауатсыз. 5 маусымның жүргізушілері дұрыс тағайындалмаған. Диананың түрі онша болмаған мен жақсы жүргізуші еді. Ал Сұлтан сол жердің сәнін келтіретін. Алмира жүзі суық, жігітте онша емес. Бір сөзбен айтқанда 5 маусымды көргіміз келмей қалды. Редакторлардікі дұрыс болмаған. Үлкен қателік. Жансай деген жап-жас 18-дегі қыз қалай мал деп айтуға аузы барады. Тәрбие қайда? Мінезі нашар. Жалпы осы бағдарламаға 25-тен асқан, уақыттары кетіп бара жатқан қыздар мен жігіттерді қатыстырған дұрыс. 18-дегілер өмірді енді бастап жатқан жастар ғой. Әлі отбасын құруға ерте оларға. Олар керек емес, шындықты айтсам қосылайықты көргіміз келмейді. Себебі Диана мен Сұлтан болмаған соң, екеуі қосылайықтың сәнін келтіріп тұратын. Қазір қарамаймыз. Диананың күліп жарқырап шыққанын күтуші едік. Қазір сүйкімі қалмады. Жалғыз мен емес, көп кісілердің әңгімесі осы. Дианамызды қайта келіңдер.